тұрмаймын деп. Бірақ мысалы сен де білмейсің ғой, келетін жігіттің ата-анасы қандай екен деген сияқты қылып ше. Может ол сені кәдімгі қызымдай көріп кетуі де мүмкін деген сияқты әңгіме ғой бұл жерде. Соны айтып кетсең нақтырақ, чтобы бәрі білетіндей. Негізі, Әлішердің айтып жатқаны дұрыс. Мен негізі өзіме болашақ күйеуім барынша сондай болса екен деп негізі ойлаймын да бір жағынан. Бірақ та мен де іштей қалаймын. Менің де күйеуім ата-анасы бар, өзі сондай жақсы семьяда өскен, сондай нәрсені барынша жүрегімнің түкпірінде сондай нәрсе қалайтын шығармын. Бірақ та бір жағымен бүйтіп ойланған кезде сол нәрсе дұрыс па деп те ойлаймын да. Ата-анасы жоқ, өзімді қатты түсінетін адам болса дегендей бір жағынан сондай. Мен негізі екі ойдамын. Былай айта алмаймын. Мынады да қалаймын, мынады да қалаймын деп айта алмаймын. Просто екі ойлымын негізі. Болашағыма келген кезде мен негізі қатты алаңдаймын өзім. Айгүл, осы жерде енді Нұрайдың шынымен де айтып отқан нәрсесін бәрін түсініп отырмын. Себебі Нұрайдың жасында, енді бірақ Нұрайдың жасында емес, 19 жасында шығар, 18, 17 сондай подросток кезімде мен де солай ойланатын негізіндеші. Тұрмысқа шықпай тұрған кезімде, бірақ бірінші сол тұрмысқа шықпай тұрып негізі мен бірінші ата-анасымен таныстырған болатын. Сол кезінде уже ой өзгеріп, сондай жағдай бола бастады да менде. Енді Нұрайға айтқым келіп тұр, Нұрайдың бірақ бір позициясы ұнамай тұр да, сен айтып жатқан жаңағыда айтып жатсың, мені солай қабылдай ма? Менің ата-анам жоқ қой деген нәрсені сен әбден анда бір қатты өзіне бір сіңіріп алған сияқтысың, мен олай екін бір қабылдай бермейді деген сияқты. Сен ол ойды алып тасташы мүлден. Сен просто ойла, ол кез келген жігіт сені егер де ұнатып тұрса, егерде сен ешқандай ситуацияна қарамайды. Ата-анаң жоқ па, бар ма? Ол просто наоборот сол кісілердің орнын басып, саған барынша қамқор болады. Андай сен өзіңді әбден постоянно ортаға шыққан сайында соған қарсы болмаймын екен, ата-анасы бәрібір құда-құдағи болғысы келеді ғой деген сияқты нәрселер көп айтады да, байқаймын да. Сен вообще оны миынан шығарып тастау, оны не қыласың, оны ойлап, просто сені жақсы көретін жігіт жолықсын, болды. И бағана айтып отыр ғой бауырсағым, көбісі сен қызындай көреді, болмаса анасындай көріп кетеді. Мен ол нәрсеге мүлдем қосыла алмайды екенмін, шыны керек. Факт, әркім өз орнын білу керек, келін болады ол әрқашан. Ол ешқашан қызындай болып кетпейді, ол үйге сіңісетін шығар, жақсы араласатын шығар, бірақ сен ешқашан бәрібір сен ешкім қызындай көрмейді, және келін де ешқашан өзінің анасындай қабылдай алмайды. Просто әркім өз орнын білсе болды деп ойлаймын. Бізде дәл қазір жарнамадан